Танат қапты ғой, ойбай, қызым қазір сабағынан кешкетін болды. Бүгін қызымның алғашқы күні. Так, қызым тұр. Алма. Бүгін сенің бірінші сабағың, бірінші күнің, сондықтан кешкі бар. Мама қазір тұрамын, сәл көрші. Жарайды, мен оған тамақтайын деп қойып, сен оған тұратын. Жарайды. Так, мен қызым тұрғанша бетіме қорқар жасап киініп алайын. Дайынмын. Енді мен таңға дайындайын. Бүгін не пісірсем екен? Бүгін пісіремін тұқым қуырсайш. Қыздар, бүгін азан мен тұқым қуырған жақсы. Өйткені майы так тұқым бар ма екен холодильникте? Тұқым бар екен. Үш адамға. Все, тұқымды қуырыла берсін. Оған дәмді тұздығысылар қосып. Так. Дайындап жіберейік. Бүгін қызымның алғашқы күні болғандықтан қызым емес, мен уайымдап кеттім ғой. Енді бізде сөт бүгін азанға өт жақсылап тұрып, қарным тойырып басын. Бірінші сабақ күні. Негізі біз Астанада тұратын болғанбыз. Ол Астанада, сөйтіп Астанаға көшіп осы Ленгір қаласына көшіп келген болатынбыз. Так, осындай сүтімізді дайындайық. Ал енді қызымыз келетін шығар, қазір күтейін, жуынып атқан шығар. Той, бүгін тағы бір тұру керек. Сабаққа бара береміз. Новый мектеп қандай екен, бетімді жуып келейін. Тезте жуынып алып, тезірек сабаққа бару керек еді. Тісімді тезірек жуып алайын да. Астыға түсейінші бір. Новый мектебім. Мамам күтіп қойған шығар. Новый мектебімде қандай болады екен. Жақсы болатын еді. Киімімді киіп алайын да. Әлі ұйқым жоқ, не істеймін? Күнделікті өйстіп азанмен тұрам ба? Тез барайын, анам күтіп қалды. Сумкам қайда? Бір оны жеткізсем ба? Ой, бірінші күнім ғой, ешкім сумка апармайтын шығар. Апармақ қояйыншы бір. Сен астыға. Ой, қызым, сонша сен күттім ғой. Ой, мама, қандай тамақ жасадыңыз? Ой, бүгінде тұқым ба? Я, қызым, енді папаң келгенше өзің жібер, сабаққа кешіп қаласың. Сумкаң қайда? Ой, бүгін бәрібір ешкім сумка апармайтын шығар. Бірінші күнім ғой, апармақ қояйыншы. Жарайды, бүгін сенің новый күнің, ешкіммен қылмай жүр, тыныш жүр, көп қыздармен таныс. Мам, болды, мен тез тамақ ішіп кетемін. Так, бірінші күнім сабаққа тез бару керек қой. Жарайды, қызым. Онда тез ішіп
ішіп қой, тамағын Бүгін же қой. тағы папа жоқ па? Ол ұйықтап жатыр. Давай болды, бара бер сабағыңа. Сіздерге жаңа өмір, жаңа мектеп деген видеомыз ұнаса лайк бастырып келіп кетіңіздер. Екінші шыққанын қалайсыздар ма?